Қайырлы күн көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық еті мен саңырауқұлақ қосылған өте дәмді киш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды саламыз. Салқын сары майды саламыз. Үкіштің көмегімен немесе қолымызбен осылай онымен араластыра отырып үгітеміз, яғни крошка жасаймыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қант, дәміне қарай тұз, сода қосамыз және 100 грамм айран қосып араластырамыз. Енді жаңағы сұйықтығымызды ұнымыздың үстіне қосып, қасықпен араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген жұмсақ қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бір пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Саңырауқұлақтарымызды да ұсақтап турап аламыз. Тауықтың төс етін майдалап, төртбұрыштылап турап аламыз. Табамызға кішкене май құйып қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Пияздың үстіне тауықтың төс етін салып, тағы да қуырамыз. Саңырауқұлақтарымызды қосып қуырамыз. Енді кешіміздің үстіне құятын құймасын дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақ саламыз. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз және 33% сливке қосылып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды формаға жақсылап тұрып жайып орналастырамыз. Менде асты ашық осындай кальцо, астын фольгамен жауып қойдым. Кальцо болмаса, кез келген осындай формаға орналастырсаңыздар болады. Енді қамырымыздың үстіне жаңағы салмасын саламыз. Менде форма 24 диаметрлі. Салмасын салғасын қасықпен осылай тегістеп шығамыз. Үстіне құймасын құйып шығамыз. Кишімізді қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Кишіміз пісуден 5-10 минут бұрын сырымызды осылай үкіштен өткізіп, бетіне саламыз. Міне кешіміз дайын болды. Өте керемет болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қазақша контенттің дамуына көмектесіп, осы видеоны достарыңызбен және басқа да әлеуметтік желілермен бөлісуді ұмытпаңыздар.